Байығың келсе кәсіп қыл деген стереотип қазір бізде қоғамда өршіп жүр. Енді бәрі бай болғысы келеді, бәрі көп ақша тапқысы келеді, сол үшін бәрі кәсіпкер болғысы келеді. Бірақ андай бір кейде сұрақ туындайды да, кім айтып жүр кәсіпте ақша бар деп? Кім айтты сіздерге кәсіпкерлер көп ақша табады деп? Сыртынан қарасаң подписчигі көп болуы мүмкін, мысалы бір күшті машина мініп жүруі мүмкін, киімі мықты болуы мүмкін, бірақ жеме-жем келіп сөйлескен кезде кошелегін ашады ғой бізге. Сол кезде көк тиынды жоқ болады да. Қазір баю үшін кәсіпкер болу шарт емес. Қазір баю үшін сен өз ісіңнің маманы болсаң да сен бай бола аласың. Сен фрилансер болып жүріп те бай бола аласың. Сен бір эксперт болып, мықты врач болсаң да бай бола аласың. Бай болу үшін көп ақша керек емес та. Қарапайым түрде айына 3 миллион теңге тұрақты түрде түсіп тұрсыншы, сіз сол ақшамен бүкіл жағдайын жасап аласыз қазір жағдайда. Үйіңізді де салып аласыз, асықпай көлігіңізді жаңартасыз, шетелге шығасыз, бәрін істеп аласыз. Ал айына 3 миллион теңге табу үшін маман болып та табуға болады да, оны қиналмай жүріп. Байығыңыз келсе, немен айналыссаңыз да, не істесеңіз де сапалы істей үйреніңізші.